Кез келген тауар қымбаттаса қарық болатын алып сатарлар мен делдалдар. Қолыңнан келсе қонышынан бас деген соларға қарата айтылған ау. Мал базарда да делдалдарсыз сауда жоқ, үй базарда риэлторсыз әуре көп. Өз клиентті табат, жарнамасын салат, бірақ ақшасын да молынан алат. Керек десең подъезге де жазуларын жабыстырып, сатушы мен алушыны таныстырып, табыстырып, үй бағасын сапасымен салыстырып, қабыстырып, суретке де түсірет, жақын тұрып, алыс тұрып. Сәтті сауда жасай алса, сіздерді қол алыстырып, құдаларша төс қағыстырып тастайтын дипломат өздері. Бірақ қомағайлау, ол жағы белгілі. Екі тараптан да аямай ақшалат, онысы қай заңмен бекітілгенін білмейсің. Сатушы сатқанына, алушы тапқанына, риэлтор ол жағы батқанына риза. Бірақ олар кімге бағынады? Неге қызметіне көп сұрайды? Ойда жоқта ортаға келіп, ауадан ақша істеп жүрген жоқ па? Біз осын зерттедік. Алматылық Али Парыспаева былтыр үй сатпақ болып хабарландыру берген, сөйтсе сатып алайын деген клиент емес, сатып бере қояйын деген риэлторлар хабарласып, маза бермепті. Звондады маған, біздер үйді сатып береміз, сондай жақсы бағасы сатып береміз, сіздің айтқаныңызға жылдам сатып береміз дегеннен кейін мен келістім. Келіп содан бір рет ол Динара деген қыз үйге келіп, үйдің фотоға түсіріп алды. Сосын енді мен күттім, ол 2022 жылы болған. Күттім, қайта звондап тұрдым. Адам болмай жатыр, алатын болып жатса, мен келем деп сөйдеді. Мен ол жаңағы договорда жазылған бойынша ешқандай маған олар адам да келген жоқ. Мен оларды 22 жылда бері күтіп отырдым. Риэлтор Алипа ханымға хабарласып, қазір телефоныңызға SMS келет, маған айта қойыңыз деген. Болды, осылай онлайн келісім шарт жасасқан. Бірақ көрсеткен қызметі жоқ дейді. Үйдің иесі үйін өзі сатқан кезде 400 мың ақымды бер деп жетіп кепті. Риэлтор телефонын алмайды, ол жұмыс істейтін компанияға хабарластық. Почему вы выбрали именно арбитражный суд? Ну, законом не запрещено. Вам удобнее же так получается. Нам не то, что неудобно, понимаете, здесь вопрос в том, что это право человека, это закон, есть договор. Сіздер ресми заңды түрде ешқандай алаяқтық көрсетпей, дұрыс жұмыс істедім деп айтып отырсыздар, е? Мы работали в рамках договора и в рамках закона. Мы не нарушали. Келісім шартта үй сатылған бойда 1% ақ төлеу керек, егер келіспей жатса арбитраждық сотқа ғана жүгінеміз деп жазылған. Ал ол сотта көбіне риэлторлардың мүддесі қорғалатын көрінеді. Алипа ханымның заңгері Аржан Сәтуақас компанияның әрекеттері күмәнді екенін айтып отыр. Ол мүлдем заңсыз. Неге? Себебі бізде қол қоюдың, мысалы шарттың жасасудың екі ақ түрі бар. Ол жазбаша, қолмен, ручкамен сіз қойған, және электронды қол қою арқылы. ЭЦП деп айтамыз ғой, электронды цифровая подпись. Сіз мысалы СМС арқылы қол қойып жатсаңыз, ол ешқандай заңмен реттелмейді. Біріншіден, ол жерде қол қойылмаған. Екіншіден, қазіргі таңда сол жерде мысалға айтып қойған ғой, ешкіммен сата алмайсың. Оның барлығы заңсыз болып саналады. Риэлтор үшін бірінші клиенті келісім шартқа қол қойғаны маңызды, одан кейін қалай сатылса да 1% пайдасын көреді. Қас пен көздің арасында 40 миллионның үйін сатып алатын адам тапса, екеуінен де 400 мыңнан 800 мың пайда көреді. Оның үйін дұрыстап фотоға түсіруге бәрін алдын ала дайындайды. Дұрыстап тұрып фотоға түсіреді. Одан кейін барып оны жаңағы хабарландыру сайттарына қояды. Оған дұрыс сату текстін жазады, және барлық инстаграмасына қояды. Жаңағы фотоларын монтаждайды. Бұның бәрі риэлторға үлкен бір уақыт шығын. Риэлторлардың негізгі атқаратын шаруасы осы, дегенмен клиентке шын жан ашып тұратын білікті агенттер аз көрінеді. Кәсіби деңгейлерін арттыру керек сияқты. Біз екі жақтан да алуымыз керек. Мысалы, мынандай да жағдай болады. Жаңағы менің үйіме келді, сатып алушы, бірақ менің үйім ұнамады, сөйттім де мен сол бюджетке, менің үйім бір бөлме болса, сол бір бөлмені сол локациядан іздеймін, әріптестерімнің арасынан. Сол кезде біз сделканы екі жақтап жабамыз. Яғни әлгі менің әріптесім сатушыдан болып тұр ғой. Мен сатып алушымды апарып тұрмын жақтан, көрдіңіз бе? Сонда ол кісі уже бір жақтан алады, мен мына жақтан аламын. Ал бұл қаншалықты заңды? Нарықта әркім өзінің қоятын бағасы бар. Әркім жәнеге сатып алушыдан да, сатушыдан да бірыңғай жәнеге төлем ақы ала алады. Бұл заңды ма? Бұл заң талаптарында былай айтқанда толықтай көрсетіліп өтпеген. Қаншалықты алу керек? Заңсыз деп айта алмаймыз. Заңда көрсетілмесе, ол заңды болып есептеледі. Егер заңда көрсетілмесе, не істесе де өзі біле ме? Өзі біледі. Депутат Дәулет Мұқаевтың өзі де студент кезінде риэлторларға талай алданған екен. Біздің елімізде риэлторлар туралы заң жоқ. Мен ойлаймын, алдағы демалыстан кейін бұл мәселені қолға алу керек. Мен түсінемін, егер де сол
үйді сатып жатқан адамның өзі риэлторға жүгінетін болса, иә, менің түрімді көрсетпей қой, немесе менің уақытым жоқ деп айтуы мүмкін. Сен өзің келісесің, өзің сөйлесесің. Нақты мынау сатып алу процесі болатын кезде ғана мен уақытынан мысалға жұмыстан сұранып келем дейтін болса, оны түсінуге болады. Сізден де сол үйдің бағасына 1%, сізден де 1%, сөйтіп ортада 2%-ын алатын. Ол әрине заңсыз. Риэлторға қойылатын талаптарға қатысты ұлттық стандарт бар, бірақ олардың алатын ақысы туралы еш жерде жазылмаған. Сондықтан қолдарына өздеріне ыңғайлы етіп жазылған келісімшарттарын ұстап, жалаңдап тұрады. Алғашқы төлемақыны әрең жинап ипотекаға бір үйді рәсімдей қояйын десең, осылай риэлторлар жағадан алады. Бермесең сотқа сүйрейді. Дәулет Мұқаев келесі жылы мәселені мәжілісте көтерем деді. Ақбөпе Тәңірберген, Айна.